Желкесінің төменгі жағынан шешесімен екі ортада отырған Тоғжан Абайға қазір бұрынғыдан да жақындай түсті. Абай бағанадан бері Тоғжанға бет алдынан қараса, қазір көбіне қырынан көріп отыр. Орташа келген қырлы мұрны енді анық көрінді. Қырынан қарағанда бір түрлі сүйкімді екен. Жұмсақ жұмыр иегінің астында жұқа ғана бір толқындай боп нәзік бұғағы білінеді. Жылтырап таралған шашы қап-қара қалың өріммен ерекше аппақ нәзік мойнына қарай құлап түсіпті. Үлкен демес, кіші демес, әшекей сырғасы діріл қағып дамыл алмай сілкіне түсіп тұр. Әлденеден белгісіз себептен Тоғжан пішіні қызара түсіп қайта сұрланады. Толқып қайтып тұрған ұяңдық па, басқа ма, әйтеуір өзінше, өзгеше тыныс алып лүпіл қағып тұрған бір сезім бар. Абай көңілі бұл кеште өзгеше бір күшті сезімнің әсеріне толы. Бұрын ғашық жар көп оқыған хикаяларда, көп естілген ауызша әңгімелерде болса, бүгін Абайға ең алғаш рет кітап емес, әңгіме емес, өзінің анық, аппақ мүсінімен, күлкісі, қозғалысы, тынысымен сол мен едім, мен мұндамын деп келгендей. Махаббат па? Осы ма? Осы болса, мына дүние, мынау маужыраған, тыныстаған нәзік түн бесігі ғой, сол сұлу саздың құлақ күйі ғой, сүттей жарық айлы түн, таң ай жоқ, бірақ жоқ екенін білсе де, Абай әлдеқандай өзгеше таңды сезеді. Күйік те, үміт те, қуаныш та, азап та бар жүрек таңы. Кеуде толған өзгеше ыстық, өзгеше жұмбақ, мол сезім.